Сәлем оқырман, арнама қош келдің. Бүгінгі видеода анемия және оның үй жағдайында қалай көтереміз. Осындай кереметтей бір сусынды бірге дайындайтын боламыз. Ендеше видеоның соңына дейін тыңдап мені қолдап кетіңіздер. Кеттік. Жалпы оқырмандар, бүгін анемия жайлы сөйлесетін боламыз. Анемияның себептері: денедегі темірдің жетіспеушілігі, B12 дәрумені немесе фолий қышқылының жетіспеушілігі, жарақат немесе ішкі қан кетуі нәтижесінде қанның азаюы, генетикалық аурулар. Анемияны емдеу және алдын алу: дұрыс тамақтану, витаминдік кешендерді қабылдау, қан құю, тұрақты медициналық тексерулер. Гематолог ол дәрігер. Егер біз анемия болсақ, осы гематолог деген дәрігерге баруымыз керек. Ол қаныңыздың егжей-тегжейлі тексеруден өткізіп, анемияның себебін анықтап, тиісті ем тағайындайды. Анемияның белгілерін айтып өтетін болсам: шаршау, әлсіздік, тері мен шырышты қабаттардың бозаруы, тыныс алу және жүрек соғысының қиындауы, бас айналу және ашуланшақтық, концентрация мен есте сақтау қабілетінің төмендеуі, тырнақтарының сынғыштығы мен әлсіздігі. Анемия қандағы гемоглобин мен эритроциттердің деңгейінің төмендеуі. Анемияның қай түрін болса да үйде емдемеген абзал. Егер сіз анемияға күдіктенсеңіз, дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Дәрігер қан аздығын анализ қорытындысы шыққан соң маманмен кеңесе отырып қана емдеу қажеттілігін айтады. Ал оқырмандар, үй жағдайында күшті сусын дайындаймыз. Бұл сусын қазіргі базардағы магазиндер химикатталған сусындардан өте пайдалы, табиғи заттардан жасалады. Ол үшін бізге қызылша, алма, науат, мейіз және су қажет. Алма мен қызылшаны жақсылап турап аламыз, видеодағыдай. Сосын ыдысымызға алма барлық заттарды салып, мұздай су құйып, 20 минуттай жақсылап қатты отта қайнатып аламыз. Енді сусынымыз дайын. Оны суытып күнделікті ішсеңіз, тіпті нәтижесі жақсы болады. Ал сіздермен болған сәуле, назарларыңызға рахмет. Ауырмаңыздар. Ақпаратым ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, комментарияға пікірлеріңізді жазыңыздар.